WhatsApp'тағы суреттегі жазуды қалай көшіріп аламыз көрсетемін. Ол үшін телефондағы настройкасына кіреміз. Настройканың ішіне основные деген бар. Основныйдан төмен қарай жылжыта берсек, язык и регион деген. Оны жылжытсақ, астында скринер текста деген бар. Осы текстаны ашып қоямыз. Содан кейін WhatsAppқа кіреміз. WhatsAppқа кіргеннен кейін мен ишара жасап автозаполнение дегенге кіреміз. Сол үшін сканировать тексті басып, қалаған кітап, барағы, сурет, кез келген жерден мәтінге апарсақ көшіріп береді. Одан кейін андай қазақшаны қате жазады кейбір әріптерді, оны WhatsApp'тан сообщениенің үстін басып, изменить деген жерден редактировать етіп түзетіп аламыз. Міне осы қазіргі кезде кейбір жерлерде көшіріп алмаңдар деп жазып қояды ғой. Қазір бәрі көшіріледі, сондықтан да сені көшіре алмайтындай оригинал болу өте маңызды. WhatsApp'тан кітап бетінің суретін жіберетін болсаңыз, осыны да қосымша жіберіңіз, осылайша мәтінді жазып алсын.